бір-ақ күннің ішінде хитке айналған мынау башқұртстандық трио Айола тобының Хумай әні қазір қазақстандықтардың жүрегін жаулап жатыр. Енді өздері Инстаграм парақшасында жазба қалдырған екен. Бұл ән арнайы қазақстандықтар үшін жазылған екен. Қандай керемет, тамаша. Башқұртстанның жаңағы ұлттық өнерін, ұлттық музыкалық аспаптарын, ұлттық мұраны дәріптеуші осындай керемет топ, танымал топ Башқұртстанда. Оның лидері Ринат Рамазанов, Башқұртстанның еңбек сіңірген әртісі, және Адель Шайхидинова, вокалистка. Ринат Шайхидинов осы топтың диджей Север деген атпен танымал. Жалпы көптеген әндері бар. Алғашқы альбомдарын осы февральда ғана шығарған. Енді осы бір әні бір күннің ішінде Хумай әні қазақстандық аудиторияның жүрегін жаулап, былайша айтқанда хитке айналып келе жатыр. Енді жалпы Айола деген топтың мағынасы, бұл сөздің мағынасы ғаламның жалпы әлемнің, вселенная дейді ғой, заңдылықтар жинағы деген мағынаны білдіреді екен. Ал Хумай деген осы башқұртстандық аңыз бойынша, эпос бойынша бақыт құсы, ұлтқа деген адалдық, тазалық, даналықтың белгісі екен. Аңыз бойынша бұл құс егер адамның үстінен ұшып өтсе, онда ол адам великий адам болады екен. Жалпы осындай керемет әдемі әндерімен, тректерімен алдағы уақытта қуанта береді деп ойлаймыз. Енді біздің қазақ тойды жақсы көреді, той істегенді. Енді алдағы уақытта тойларда Қайрат Нұртас шақыра бермей, міне осындай ұлттық өнерді, ұлттық киімдерді, жаңағыдай ұлттық аспаптарды дәріптеуші ерекше топтарды шақыру керек деп ойлаймын. Енді